Жыртқыштардың ең үлкен өкілі аюлар туралы қызықты мәліметтерді оқи отырыңыз. Полярлық аюдың максималды салмағы 725 килограммға жетеді. Бойының максималды ұзындығы 3,5 метр. Аюлар шамамен 30 жыл өмір сүреді. Қазіргі уақытта әлемде аюлардың 7 түрі қалды. Полярлық аю, қоңыр аю, қара аю, көзілдірікті аю, салпы ерін аю, Малай аюы, Гималай аюы. Қоңыр, қара және Гималай аюлардың ерекшелігі қыс бойы апанда қалың ұйқыға кетуі. Аюлар осындай қалта 6 айдан астам уақыт тамақсыз, сусыз және тіпті дәретке бармай-ақ өмір сүре алады. Түрлі ауданда қысқы ұйқы 75-тен 195 күнге дейін созылады. Ұйықтау кезінде аю дене салмағының жартысына дейін жоғалтады. Дегенмен барлық аю бірдей қыста ұйықтамайды. Мысалы, көзілдірікті аюлар. Ұйықтайтын аюларда жүктіліктің жасырын кезең болады. Яғни, ұрықтандырылған жұмыртқа белгілі бір сәтке күтіп, біраз уақыт дамымайды. Аюдың жүктілік дамуы ол ұйықтағаннан кейін басталады. Аюдың қонжығы қысқы ұйқы кезінде туады. Қонжық соқыр, саңырау және түксіз болып туады. Олар бірнеше ай бойы анасымен бірге апанда болады және сыртқа өсіп қалған кезде шығады. Салпы ерін аю таңғажайып жануар. Олардың қырмызға жегіштің құйрығына ұқсайтын ерекше құралы болады. Ол вакуумдық сорғы принципі бойынша жұмыс істейді және термиттер мен құмырсқаларды ұстау үшін қызмет етеді. Қазір салпы ерін аюлар 10 мыңнан аспайды. Олар Үндістан мен Шри-Ланка ормандарын мекендейді. Аюлардың дене бітімі ауыр, ыңғайсыз және үлкен массаны сақтау үшін жүргенге жерді бүкіл табанымен басады. Бұл аюлардың еркін көтеріліп, арқа аяқтарымен тұруы мүмкіндік береді. Аюлардың табандары тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Ұзындығы 10 сантиметрге дейін жететін қисық, біткен тырнақтары оларға ағаштарды өрмелеуге және жер қазуға көмектеседі. Салмағы мен айтарлықтай үлкен дене бітіміне қарамастан, аюлар тез жүгіреді және сағатына 50 шақырымға дейін жетеді. Иіс сезу өткірлігі бойынша ақ аю барлық скоректерден асып түседі. Ол олжасын 30 шақырым қашықтықта тіпті 1 метр мұз бен қардың астына тез сезе алады. Аюлардың шөпті де, етті де жей береді. Жыртқыш болғанына қарамастан, олар өсімдікпен қоректене алады. Ақ аю ғана тек етпен қоректенеді. Оның асқазанына ол бір уақытта 60 килограммға дейін ет сыйғыза алады. Барлық аюдың 2 қабат түгі болады. Біреуі судан қорғаса, екінші жылумен сақтауға көмектеседі.